Ол еңбек жолын ұстаздықтан бастаған математика және информатика пәнінен мұғалімдік және заңгерлік білімі бар. Ол мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің Қызылорда облыстық басқармасының бұрынғы бастығы. Қызылорда облыстық ішкі саясат департаментінің экс-директоры және осы облыс әкімінің бұрынғы орынбасары. Қарсы алыңыздар, бүгінгі Таразы бағдарламасының қонағы парламент мәжілісінің депутаты, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының мүшесі Мұрат Әбенов мырза. Қош келіпсіз Таразы студиясына. Кеше ғана болып өткен Нұр Отан партиясының 12-ші съезінен түйгеніңіз не? Бұл съез не берді? Мен ойымша, бұл съезде біз өзіміздің алдымыздағы қандай мақсаттар бар, қандай проблемалар болды, осыны анықтап қарадық. Елбасы Нұр Отан саяси партиясының алдында нақты бағдар қойды алдына. Ол ең бастысы инновациялық жоспарлар. 2010 жылдан бастап 2020 жылға дейін біз инновациялық бағдарлама жасауымыз керек. Ең бастысы бұл жерде нақты экономика көшуіміз керек. Тек қана қаржы немесе тек қана шикізатқа байланысты экономика емес, осы өндіріс саласын күшейтуіміз керек. Соны көбірек айтты. Мен ойымша, бұл біздің еліміздің нақты болашағы соған байланысты. Себебі жаңа жұмыс орындарын ашып, жаңа өндіріс жасамасақ болмайды. Мемлекет басшысы өзі бастама етіп көтерген, үкімет жүзеге асырып жатқан антикризистік бағдарламаны күшейтуде осы Нұр Отанда қабылданған шешімдер қаншалықты ықпал етеді деп ойлайсыз? Мен ойымша, Қазақстан осы қаржы дағдарысына байланысты шараларды өте жақсы уақытылы көтерді және өз нәтижесін беріп бастады ғой деп ойлаймын. Мысалға, бүгінгі күні қаржы дағдарысы бізде бар ма жоқ па деген сұрақ туындайды. Егер мысалы шет мемлекеттерін айтатын болсақ, міндетті түрде қаржы дағдарысы болатын болса, жұмыссыздық тез арада көбейіп кету керек. Мысалы, кезінде ұлы дағдарыс кезінде Америкада 18%-ға дейін көтеріліп кеткен. Мысалы, бүгін бізде 7,5-8% ғана келіп тұр. Мысалы, Европаның өзінде 8%-дан асып кетті жұмыссыздық. Егер банк жүйесін айтатын болсақ, мысалы, Америкада кезінде 60 банкі жабылып қалды. Қазіргі кезінде, мысалы, бірнеше банкілер жабылып жатыр. Америка болсын, Европада болсын, бізде бірде-бір банк жабылған жоқ. Мысалға, инфляцияны айтатын болсақ, инфляция мысалы кезінде Америка, басқа мемлекеттерде айтатын болсақ, 25%, 30%-ға дейін кетті. Мысалы, бізде жоспарланған мөлшерде тұр, мысалы, 10%-дан асқан жоқ. Осыны барлығын айтатын болсақ, әрине қаржы дағдарысының әсері бар. Біз бір-бірімізді өтірік айтуымызға болмайды. Бірақ ол әсерін азайтуға осы қаржы дағдарысына байланысты арнайы бағдарлама өз көмегін тигізіп жатыр ғой деп ойлаймын. 10 жылдық тарихы бар. Кеше 12-ші съез өткен Нұр Отан партиясының алдағы уақытта жұмыс істеу стилі, әдіс тәсілі өзгеруі мүмкін бе бүгінгі дағдарыс жағдайына байланысты? Ең бастысы бұл съезде айтылған мәселе инновациялық көзқараспен қарауымыз керек. Бұрынғыдай бізге сырттан мысалға осындай измдер, жаңағы либерализм немесе консерватизм емес, біз ондайға көп көңіл аудармай, бізге сырттан ешкім дайын жауап бермейді. Сол себептен біз осы экономиканы көтеру үшін нақты инновациялық ізденіспен жаңа өндіріс орындар ашуымыз керек. Сол себептен қазіргі партияға да жаңа қызметкерлер керек, жаңа идея айтылатын, жаңалықты іске асырылатын, тек қана сөзбен емес, нақты іспен жұмыс істей алатын. Кезінде қазақта бір сөз бар ғой, жаңағы шешенді дауда тексеру керек деп. Сол себептен енді шешендікпен құтылып кететін уақыттар болды. Енді нағыз даудың кезін көрейік қалай болады. Қазір ондай заман емес дейсіз ғой. Жақында қабылданған жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңның басы-қасында өзіңіз де болдыңыз. Бұл ретте негізінен әкімдіктің ғимаратында орын тепкен аудан, облыс басшыларына тәуелді болып келетін мәслихаттар жүйесі болашақта қаншалықты тәуелсіз болады деп айта аламыз? Жоқ әлде заң бір жаңа шылдық енгізейін деп жатыр ма? Тәуелсіздік болатын әрине заңмен реттелді. Бұл кезекте мысалы айтуымыз керек, мәслихаттың рөлі қазір тек қана мысалы ол тұрғындармен сайланып, тек қана бағдарламаны қабылдау емес, бүгінгіні барлық әкімдерді тағайындау кезінде міндетті түрде мәслихаттармен келіседі. Алдағы уақытта әкімдер мәслихаттарға есеп беретін болады. Және мәслихаттар бұрынғыдай тек қана бюджетті бөлу емес, енді бюджетті бақылайтын мәслихат болатын болады. Сол себептен мәслихаттың рөлі күшейеді. Енді басқа жағын айтатын болсақ, бұл біз өзгерістерге қалай келдік? Елбасы өзінің Қазақстан жолы атты кітабында кезінде жазып кетті. Біз егемендік алғаннан кейін нарық экономиканы
құруымыз керек болды. Көп реформалар жасауымыз керек. Ол үшін біз ортадан бір шешіммен, ортадан бір басқаруымызбен жүруіміз керек болды. Сол кезде әкімдер тағайындадық. Бірақ олар арқылы көп біз нәтижелі жұмыс істедік. Бірақ алдағы уақытта нарық заман дамыған кезде әкімдер әртүрлі жаңағы коррупцияға, сыбайлас жемқорлыққа душар болады, себебі оған бақылау азаяды. Сол кезде біз жергілікті өзін басқару жүйесін құруымыз керек. Ол біздің әкімдерді бақылауда ұстауды мүмкіншілігін береді. Себебі мәслихаттар сайланғаннан кейін бақылауды күшейтеді. Сол себептен бүгінгі күні заңды қабылдадық. Бірақ әрі қарай оны дұрыс жұмыс істеп кету үшін әрине тек қана заң болу аз, мемлекетте қазір бізде түсіндіру жұмыстары дұрыс жүру керек, және арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдану керек сияқты. Салық кодексіне азот тотықтары мен күйе қалдықтарына байланысты төленетін айыппұл көлемін арттыру жөнінде ұсыныс айтып, арнайы депутаттық сауал жолдаған болатынсыз. Осы зиянды заттардың біздің экологиямызға, экономикамызға тигізіп жатқан зардабы қандай деңгейде? Бұл өзгерістер біз талап еткеніміз, мысалы жаңа салық кодексін қабылдаған кезде өкінішке орай кейбір кемшілік кеткен арқасында, мысалы тек қана жергілікті бюджеттерге 20 миллиард теңге түспейді екен. Оның жаңа өзіңіз айтқан зиянды заттар. Ол енді қандай себептен заңға кірмеді? Қасақана бір әдейі кіргізбеді ма, жоқ кемшілік кетті ма дегенмен де бұл проблема болды. Сол себептен амал жоқ. Біз қаңтар айында осы кемшілікті мойындап, қайттан өзгеріс жасауға мәжбүр болдық. 1 қаңтардан бастап қайттан өзгеріс еніп бұрынғы жағдайға келтірдік. Енді алдағы уақытта әрине төлемдер аз болатын болса, мұнай компаниялар оны азайтуға зиянды заттарды, мысалы, қызығушылық білдірмейді. Штраф болмағаннан кейін, ол есептелмеген дейін әрине оныған қарамайды. Сол себептен бүгін кезде орнына келтіргеніміз дұрыс болды. Қазір бюджетке де көп түсімдер түсіп жатыр, және мұнай компаниялары осы зиян заттарды азайтуға қазір біраз шаралар жасап жатыр. Еліміздің экономикалық есеп қисап саласындағы қазақ тілінің жағдайы аса мәз емес. Мемлекеттік сатып алулар негізінен ресми тілде жүргізіледі деп өзіңіз депутаттық сауал тастаған болатынсыз. Осыған үн қатып, қыңқ еткен әріптестеріңіз болды ма? Мәселенің қазір шешілуі қандай деңгейде? Бірінші кезекте мен бұл мәселені премьер-министрдің атына көтердім. Біраз мемлекеттік органдарда, оның ішінде арнайы ашылған веб-порталда өкінішке орай жаңа жылдан бастап барлық конкурс туралы хабарламалар тек қана өзіңіз айтқандай ресми түрде шығып жатыр. Қазақ тілінде бірде-бір жарияланма жоқ. Сол себептен бұны жаңағы өзгеріс жасау және орнына келтіру, алдағы уақытта болдырмау ұсыныс жасадым, бірақ өкінішке орай премьер-министрдің атынан жауапта бұл мәселелерді орнына келтірдік деп жауап бергенмен де орнына келмеген анықталып, қайтадан премьер-министрге сұрау жасауға мәжбүр болдым. Енді жақын арада жауап алдық, көп шараларды қайтып жасаған, орнына келтірген. Дегенмен де бұны біз тек қана бір бюрократиялық бір кемшілік деп есептемеуіміз керек. Бұл нағыз сыбайлас жемқорлықтың бір түрі. Себебі көптеген қазақ тілінде өз шаруашылығын жүргізетін кәсіпкерлер тендерлерге қатыса алмайды сол себептен. Мен ойымша бұл мемлекетке, экономикаға өте қатты зиян алып келіп жатыр. Парламенттің қоржынындағы тағы бір заң жобасы мүдделілік қызмет, яғни лоббизм туралы. Қазақстан қоғамына осы лоббизм туралы заңның қажеттілігі қандай? Және депутат Мұрат Әбенов кімнің лоббиі деген заң сұрақ туындайды? Дұрыс. Бұл лоббизм туралы заң қажеттілігін елбасы сыбайлас жемқорлыққа арналған форумда айтылды. Бірақ бұл айтылған кезде біз жүйелі түрде лоббизмді болдырмауға жұмыс істеуіміз керек. Лоббизм туралы заң қабылдайтын болсақ, бұл лоббизмді шектейтін, болдырмайтын заң күйінше оны қатты бақылайтын заң деген ұсыныс болды. Бірақ мысалы бізге соңғы кезде Әділет министрлігі ұсынған жобасын танысатын болсақ, ол нағыз лоббизмді болдыратын заң. Себебі арнайы лоббилар болады. Ол лоббилар мысалы парламентте жұмыс істейді, депутаттармен жұмыс істеуіне мүмкіншілігі бар. Ірі компаниялар оларға қаржыны береді. Ол қаржыны қалай жұмсайды? Қандай мақсатпен? Ал енді қаржысы жоқтар не істейді? Мысалы әртүрлі әлеуметтік топтар бар бізде, мүгедектер бар, жаңағы пенсияға шыққандар бар, жастар бар, оларды кім қорғайды? Сол себептен бұндай заң қажеттілігі жоқ, және басқаша қарауымыз керек. Біз лоббизмді болдырмауға заң қабылдауымыз керек. Ал енді біз барлығымыз Нұр Отан саяси партиясы бүкіл халықтың лобби болу керек. Мемлекеттік тілге жанашырлық танытып жүрген жандардың бірісіз.
Бірақ жасайтын депутаттық сауалдарыңыздың барлығы ресми тілде, тіпті мына парламенттің интернет сайтындағы парақшаңызға кірсек, қазақшадан гөрі орысша ақпарат көп па? Бұның себебі неде өзі? Бірінші кезекте әрине ол техникалық жағдайға байланысты дұрыс орналастырмайтын шығар. Себебі менің барлық сауалдарым екі тілде дайындаймын және екі тілде таныстыруға жағдай жасалады. Техникалық себептерге байланысты орысша сауалдарыңызды орналастыру, интернетке орналастыру. Мысалы, өзіңіз байқап қараңыздар, көп мемлекеттік органдардың сайттары тек қана ресми түрде көбінесе. Мысалы, екеуін салыстырып қарайтын болсақ, қазақ тілінде ақпарат жоқ. Мен басқаша айтайын, мысалы, бүгінгі күні ең үлкен біздің бағдарламалар, мысалы, арнайы компьютердегі, мысалы, Word, Excel'дер қазақ тілінде бар ма? Әлі осы уақытқа дейін жоқ. Біз көбінесе осы нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Сіз елдегі футбол клубтардың чемпионатқа қатысу жарналары мен айыппұл төлемдерінің тым жоғары екендігін айтып та депутаттық сауал жасаған болатынсыз. Өзіңіз футболға қаншалықты жақынсыз? Футболды ұнатамын. Жанкүйермін бірінші. Жанкүйер болатын бір команда, ол осы уақытқа дейін Қайсар Қызылорданың командасы. Егер футболдың тақырыбын көтеретін болсақ, мысалы, Қайсарды айтып кететін келеді. Мысалы, Еуропаға ойнауға қазір жаңағы арнайы кубокқа қатысуға мүмкіншілік бар, бірақ өкінішке орай қайттан федерация осындай шешім жасап, Қайсар командасы нағыз жаңағы жергілікті азаматтар футбол ойнайтын командадан жақындатпай жатыр. Өзіңіз қай команданың мүшесісіз? Мен қазір парламенттегі өзіміздің футбол командасы бар, сол мүшесімін. Парламент мәжіліс командасының өкілі, қорғаушысы Мұрат Әбенов мырзаның өнерін көрсек ортаға шығып. Ортаға шығыңыз, біз арнайы доп әкеліп қойғанбыз. Қанша жыл болды доп теуіп жүргеніңізге? Доп тепкені көп болған жоқ. Бәрекелді, көп рахмет. Ол өнердегі алғашқы қадамын әнші балапан байқауынан бастаған. Ол республикалық ұланның президенттік оркестрінде және Гүлдер ансамблінде де қызмет еткен. Қарсы алыңыздар Тараз бағдарламасының келесі қонақтары белгілі әнші тележүргізуші Мәдина Садуақасова және бағдарламамыздың маэстросы композитор Арман Дүйсенов. Қош келіпсіздер. Сәлематсыздар ма тағы да? Мәдина, мамыр айының соңғы апталығы мектеппен қоштасу кеш ретінде есте қалатын ерекше бір сәт. Сіздің соңғы қоңырауыңыз несімен есте қалды? Енді шыны керек осы сәт, дәл осы сәт ешқашанда ұмытылмайды деп ойлаймын. Ең тәтті кез, енді менің өзімде енді ерекше болды деп айта аламын. Өйткені сол 25-інде мамырдың өзімнің орысша бір ән бар, школьный вальс деген. Соны бастап, мен енді әншімін ғой мектепте, соны бастап, көзімнің жасы келіп, сол әнді бітірмей қалғаным есімде де, соңына дейін аяқталмағаным. Сондықтан да арман бар, Мұрамәкең бар, бүгінгі әнді соңына дейін айтып. Бір ән орындайық дейсіз қой. Онда мектеп бітірушілерге, мектеп бітіргендерге, болашақта бітіретіндерге арнап, соңғы қоңырау кешіне арнап, бір жақсы ән айтып беріңіздер. Ән айтушы ма едіңіз? Енді бірінші рет айтайын деп тұрмын. 10 жыл бұрын нұрға толы жанымыз, арман қуып кеткен едік бәріміз. 10 күндей боп 10 жыл өтті кездесті, бас қосуға арналады әніміз. Достар кетсек те біз есейіп, бар қызығын өмірдің бір кешейі. 10 жыл өтсін, жыл 20, көп жыл өтсін, амандықпен әрқашан кездесейік, жүздесейік. Жарайсыздар, дуэттеріңіз құтты болсын, әрқашанда осындай мерекелі, берекелі кездесулер көп бола берсін дейміз. Көп рахмет сіздерге. Рахмет.